Сәлем барлықтарыңызға. Бүгінгі видео өте қызықты, әдемі. Лайк басыңыздар, подписка жасаңыздар. Біз Азия паркке келдік. Қайнап кен балаларымен, мен қызыммен Бос молокосос деген мультфильмнің екінші бөлімі шығыпты. Соған келдік. Тағы да балаларды ойнатып қайтамыз. Біз детский зонаға келдік. Балаларды ойнатуға. И, конечно же, ашықпен кіреміз. Қызымның туған күніне азық-түлік алуға бардық. Пепси алдық. Асқабақ, кәмпиттер, жай шай ішуге, салфеткалар, вафли, венчик, печенье, капуста, картошка, груша алдық. Келесі пакетте баклажан, апельсин, лимон, ол ташкентский чай жасаймын, кабачки, свекла, сливы, банан, зелень алдық. Келесі пакетте бізде пышақ, сухарики салатқа. Осы кітапты таңдап алды қызым. Папасы осы ойыншықты алып берді, кукланы, свечи, тортқа, қайшы, фольга, салфетки детские и тапочки өзіме алдым. Қараңыздар, қандай әдемі шарлар келді бізге. Күшті бір ғой. Қызым туған күніне заказ бергенбіз. Қызымның туған күніне дайындық. Красный бархат тортын жасадым. Оформление Простоквашино мультигінен алдық. Өйткені қызым өте жақсы көреді сол мультикті. Здравствуйте. Да. Да. Спасибо. От кого? Спасибо большое. Бұл гүл шоқтары және аю менің құрбымнан. Рахмет. Енді қызым қандай сыйлықтар алғанын көрсетейін. Бұл папасы екеуміздің атымыздан талакар. Сосын нағашы әжесі менің мамам осындай стол мен стульчик сыйлады. Өте бойына как раз екен. Еще ана үстіңгі бөлігін былай аударып лего ойнаса болады. Астында қалташасы бар. Сол қалташасына әртүрлі заттар салып қоюға болады. Бұл сыйлықты менің туған інім, қызымның нағашысы сыйлады. Музыка қосылады мына жерде. Күшті екен. Сосын мына бөпесін сыйлады, осы екеуі. Мына бөпе еще сөйлейді. Сосын өзінің ата-әжелерінің сыйлығы, ағасының сыйлығы, H&M. Так, қазірге көрсетейін. Көйлек! Иә, көйлек. Бұны өзінің ата-әжесі сыйлады H&M-нің. Иә, мынау курткасы. Осындай әдемі күзге киетін курточка. Сосын мынандай бас киімі бар, шапка. Мынандай несі бар, қолғап деймі. Вот, сосын менің қайнапкем, екінші қайнапкем, мынандай шапка. Сосын мынандай көйлек сыйлады. Мынандай көйлек, сосын мынандай ойыншық. Мынау шомылғанда, үлкен кәдімгі шомылғанда ваннаға жабыстырып қояды да, батарейка салып, мына жерін басса кәдімгі көпіреді екен, көпірік шығарады. Сосын музыка ойнайды екен. Біз әлі оны көрген жоқпыз әлі. Сосын ағасы және менің абысыным мынандай комплект сыйлады. Спортивный костюм, шалбар мен кофтасы. Цветі необычный, бізде бұндай цвет әлі болмаған. Ал үлкен қайнапкем, үлкен тәтесі қызымның мынандай тоже стульчигімен, осындай аюлардың, мимимишки деген аюлардың суретімен екен. Вот, бізде енді екі стол, екі стул бар. Бұны пока шығарып қойдық, үлкен болады оған.
Сосын кішкене өскеннен кейін осыны ашамыз. Абысынымның ұйымдастыру бойынша пикникке келдік. Бұл президентский парк Алматы қаласындағы. Өте көңілді, күшті, әдемі, керемет отырыс болды. Біз ертерек келдік, сол себепті қызым әбден осы детский площадкада ойнады. Осы жерге біз пицца заказ бердік, картошка фри заказ бердік. Қыздар да өздерімен тамақ алып кепті. Мен пирог алып бардым. Құрдасым осындай үйдің жүзімін алып кепті. Жапырақтармен тұрғай. Біз қалада тұратындар үйдің жүзімін көрсек, кәдімгідей мәз боламыз ғой. Күшті дәмін жеп көрдің уже. Күшті прям дәмді, сочный. Сосын біз осы аптада қызымызды зоопаркқа бардық. Араларыңызда катамаран тепкендер бар ма? Маған өте ұнады. Мұндай қиын емес екен, күшті екен негізі. Сосын осы апта інімнің туған күні болды, соған барып келдім. Мамамның осындай салат қатты ұнайды. Інім бізді осындай кафе-ресторанға барды. Өте дәмді екен тамақтары. Негізі бұл жер жазда күшті екен. Қазір күз болғандықтан, бұл сентябрь айы болған, адам жоқ. Біз жай тамақ ішуге бардық. Өте дәмді, өте әдемі, өте үлкен жер екен. Неше түрлі, мынау бірақ бассейн ғой, ар жағында тағы да үлкен бассейндері бар. Сонымен осы айдың влогы осымен аяқталды. Барлықтарыңызға рахмет.